тақырыбымыз кибергигиена негіздері. Ең алдымен ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі үш аспектісімен танысамыз. Біріншісі тұтастық, қолжетімділік және құпиялық болып табылады. Кибергигиенаның негізгі 6 пунктісі. Бұл бізді құпия сөз саясаты, электрондық пошта және аккаунтпен жұмыс істеу ережелері, интернет желісінде жұмыс істеу ережелері, жаңарту, дербес ақпараттарды қорғау және де бағдарламалық қамтамаларды дұрыс қолдану болып табылады. Бірінші тақырыбымыз дұрыс құпия сөз. Кем дегенде құпия сөздің ұзындығы 8 символдан тұруы тиіс. Бірақ біз әрбір адамға кем дегенде 14 символды ұстануды сұраймыз. Әрбір құпия сөздеріңіз үлкен және кіші әріптер, сандар мен символдардан тұруы керек. Құпия сөздеріңізде сізге байланысты ақпараттар болмауы тиіс. Жиі қолданылатын немесе ыңғайлы орналасқан символдарды қолданбаңыз. Мысалда көрсетілген құпия сөздерді мүмкіндігінше қолданбауға тырысыңыз. Тағы бір ережелер. Сіздің әлеуметтік желілерде аккаунттеріңізде әрбір құпия сөздер әртүрлі болуы тиіс және ұқсас болмау керек. Құпия сөздеріңізді бөгде адамдарға және ашық жерде тастамаңыз. Көбінесе үлкен ұйымдарда жұмысшылар өз құпия сөзін ұмытпау үшін қағаз жазып, үстел үстінде тастап кетеді. Әрдайым құпия сөздерді ауыстырып отырыңыз. Мысалда 3-4 жыл бұрын жаңалықтарда көрсетілген бейнебаян. Мұнда жұмысшы өз жұмыс аккаунтын ұмытпау үшін логин және құпия сөзін қағазда жазып іліп қойған болатын. Ертеңінде бұны қанша миллиондаған адам көрген болатын. Келесі тақырыбымыз электрондық поштамен жұмыс істеу ережелері. Бейтаныс адамнан келген файлды және сілтемені ашпаңыз. Жіберушінің мекен-жайын мұқият тексеріңіз. Жұмыс бабында хат алмасу үшін тек қана электрондық жұмыс поштасын қолданыңыз. Мысалға 3-4 жыл бұрын қолданушыларға осындай хат келген болатын. Мұқият қарасаңыз, жіберушінің мекен-жайы күдік тудырады. Жаңартулар. Лицензиясы бағдарламаларды қолдануға бас тартыңыз. Операциялық жүйені уақытылы жаңартыңыз. Кейбір бағдарламаларды жаңарту үшін жүйені қайта іске қосу керек екенін ұмытпаңыз. Лицензияланбаған және ескірген бағдарламалық жасақтама көбінесе шабуылшылардың мақсатына айналатынын ұмытпаңыз. Әлеуметтік желіде дербес ақпараттарды қорғау. Электрондық поштамен жұмыс істеу ережелері мынада қолданылады. Әлеуметтік желілерде аккаунттар жабдықталуы керек. Екі факторлы аутентификацияны қолданыңыз. Жариялаған ақпаратты мұқият тексеріңіз. Екі факторлы аутентификацияны әрдайым қолдану тиіс. SMS, email, Google аутентификаторды қолданыңыз. Жалпы ережелер. Шабуылшы сізге қажетті ақпаратты сендіру үшін кез келген құралдарды қолданатынын ұмытпаңыз. Қауіпсіздік мәселелерінде ақпаратқа сыни тұрғыдан қарау өте маңызды. Және де жақын адамдарыңызбен қауіпсіздік туралы сөйлесіңіз.